жетеді, әлеуметтік желіде тіпті де көп, кімнің кім екенін білмейді. Бірақ солар үнемі қазақтың намысына тиетін сөз айтады. Мысалы, Жетісу ұйғырдікі дейді. Жетісу ұйғырдың жері дейді. Алматы ұйғырдың шаһары дейді, мысалы. 2000 қай жылы? 2006 жылы қарашаның 18 күні Алматы іргесіндегі Шелек ауылында государство вашего земля нашего деген уран көтеріп шықты. Сол кезде газетте жазылды. Государство вашего дейді. Жазсаңыздар, орысша жазсаңыздар шығады. Уйгури Шелека қосыныкте государство вашего земля нашего деген мақала шықты. Мемлекет сендердікі, жер біздікі дейді. Шелек ұйғырлары дейді. Шелек ұйғырларының сөзі дейді. Мен сол кезде қарсы болдым. Шаңыраққа қараңдар, жер жанаты Жетісу қазақтың ежелгі жері деп. Уйғурский держава деген кітап шықты. Ол кезде де қарсы болдым. Неге? Уйғурский держава деген кітапты жазған Қасым Мәсімидің әкесінің інісі, Кәрім Мәсімидің әкесінің інісі Қасым Мәсіми деген. Мына Кәрім Мәсімов бар ғой, киімбішник, Назарбаевтың иті, Кәрім Мәсімов деген. Сол Кәрім Мәсімовтың әкесі Қажымқан деген адам болды. Соның інісі Қасым Мәсіми деген кавапшы, бірақ күнде тарихшы болып шығып, Уйғурский держава деген кітап жазады. Ол кітапта бүкіл қазақ ұйғырдан тараған қылады ғой. Онда мынау Семей, Өскемен, Алтай тұтас ұйғырдың жері, Жетісу ұйғырдың жері, албандар ұйғыр албанлары, кипшақтар ұйғыр кипшақлары, наймандар ұйғыр наймандар, керайлар ұйғыр керайлары, қоңыраттар ұйғыр қоңыратлары, ыстылар ұйғыр ыстылары, жалайырлар ұйғыр жалайырлары. Анау қазіргі Монғолия қолданатын тарихтан бері найман жазуы деп келген жазу, ол ұйғыр жазуы болып кетеді. Шағатай тілін ұйғыр шағатай тілі дейді. Бәріне ұйғыр қосады да? Міне. Сол кітап жазады. Сонда мен қарсы тұрдым. Мынауың дұрыс емес дедім. Екіншісі, мынау ұйғырдың, мына Сайрагүл Сауытбай кейін орынбасар президенті болған бір босқын үкіметі бар. Ондай босқын үкіметтен бір 30-40 бар екен ұйғырларда. 5 ұйғыр бірігіп отырып, бір үкімет құрып алатын заман болыпты қазір. Лағмандары қатты ұнап, дәмді болып кетсе, ай бір мұшындай дәмді лағман жеген орайда бір өкімет құрайықшы деп отырып, бір өкімет құра салып жариялайды екен. Оны босқын үкімет дейді екен. Сондай босқын үкіметтің бір атұштықтар жиналған, атұш дейтін бір қаласы бар. Сол жиналған үкіметінің орынбасар төрағасы қылып, біздің Сайрагүл Сауытбай ханымды орынбасар президент қылып қояды. Сол үкіметтің, босқын үкіметтің діни істер министрі дейтін Біләл Ибрахим Түркістани дейтін алады да, Балқаш көліне дейін ұйғырдың жері. Біз болашақта ұйғырдың 30 000 қанқор жендет әскерлерін жіберіп дейді. Жендет дейді. Балқаш көліне дейін жаулап аламыз. Балқаш көлінің хамма тарабы ұйғырдікі дейді. Ол Қытайлар Балқаш көлінің шығысына дейін біздікі десе, анау хамма тарабы дейді ғой. Балқашты бірақ қоршап алады.